жолдап жіберейік. Кәне, экранға қараймыз, үй тапсырмасын қорытындылайық. Бірінші Көркем, қай ұяшықты таңдайсыз? Бірді. Махамбеттің Баймағамбет Сұлтанға айтқан өлеңі не туралы айтылған? Кім айтады? Кім жауап береді? Жұмысұлының Баймағамбет Сұлтанға айтқан өлеңі: хан әнесінің қасқырсын, қасаң бастықты бас құрсын, достарың сені табалап, дұшпаның сенің бас құрсын. Айтсам ғой. Махамбет батыр мерген, домбырашы, ақын, әрі батыр болған. Күйші. Ол орыс тілінде жетіп білген, сүйкімді жүзді, ер кейіпті, жайсаң жанды, ізденіп барлаған, еліне шексіз берілген нағыз патриот. Өз халқының ортасынан шыққан ардагер азамат ретінде танылды. Тамаша, керемет. Махамбет батыр, нағызшыл, патриот, өз елін қорғауға тұлғалы азамат болған. Тамаша, керемет. Махамбет өлеңдерінің тақырыптары қандай? Ал, Арман. Махамбет өлеңдерінің тақырыбы қандай? Ерлік, еркіндік, басқыншыларға қарсылық, әділет. Әділетті жақтаған азамат болған. Тамаша. Махамбеттің өлеңдерін атаңыз. Махамбеттің бағаналы терек, мен едім, жабығу, сонымен қатар Исатайдай ағам бар, және басқа да өлеңдері бар. Қызғыш құс, я? Мен жауап. Ал. Махамбет пен Исатай бастаған көтеріліс қашан болды? Махамбет пен Исатай бастаған көтеріліс 1836 және 1838 жылдар аралығында, яғни 2 жыл аралығында болады. Тамаша, жақсы отырыңыздар. Балалар, біздің бүгінгі сабағымыздың басты кейіпкері кім екен? Махамбет Өтемісұлы. Оған мінездеме беріп кетіңіз кішкене. Ол өжет, Жәңгір ханның тұсында билеген, ол батыр, даңқты ер және өр тұлғалы патриот азамат ретінде бейнеленеді. Олай болса, біздің бүгінгі сабағымыз Махамбет Өтемісұлының мен едім өлеңі. Яғни сабақтың, бүгінгі сабағымыздың мақсаты көркем шығарманың идеясына сай кейіпкерлер жүйесін анықтау. Сабақтың мақсаты барлық оқушылар ақын өлеңінің үзінділерімен танысады, қолданады. Үзіндідегі негізгі ойды шығармашылықта қолданады, үзінділердегі негізгі ойды қолдана отырып, өмірмен байланыстырып жазады. Олай болса, балалар, сабағымызды ары қарай жалғастырайық. Олай болса, балалар, сабағымызды ары қарай жалғастырайық. Бізге берілген бірінші тапсырма данышпан өкілдер. Бірінші топқа Махамбет өлеңінен үзінді, екінші топқа Махамбет өлеңінен үзінді. Сіздерге өлеңді жақсылап оқимыз, өлең арқылы қазіргі өмірге қажетті қандай ой айтуға болады. Соған тоқталасыздар. Жазыңдар. Өтемісұлы өр тұлғалы өжет ер. Ол халықтың бостандығы мен
халықтың азаттығы, тәуелсіздігі жолындағы нақ қадам жасаған біздің батырымыз. Тамаша. Ол Кенесары хан, Жәңгір ханның тұсында өзінің батырлығын көрсеткен даңқты ер. Тамаша. Өлеңнің негізгі ойы еркіндік жолындағы қайсар елдің күрестегі тұлғасы таныту. Тамаша. Келесі. Суреттеу, мінездеме жасау. Кейіпкер мінездеме жасағанда үзінділер мінезін ашуға көмектеседі. Мысалы, екі тарлан өрен Исатаймен бірге күрескен бейнесін ашады. Тамаша. Болды, жақсы отыр. Мен едім, менің артына жүргенде еңіреген ер едім. Исатайдың барында екі тарлан бөредім. Ерегіскен дұшпанға қызыл сырлы жебедім. Жақсыларға еп едім, жамандарға көп едім. Ерегіскен дұшпанның екі талай болғанда азыққа етін жебедім. Тамаша. Өлең үзіндісімен жұмыс. Ежелгі дұшпан ер болмас. Менің ойымша, уақыт өте келе кейбір жаулық бітеді, адамдар татулыққа келе алады. Алдыңғы жақтан найзасын сермеп тұрған Махамбет оттай жанған көздерімен айбар көрсетіп тұр. Арт жақта хан қорқып, кеншегініп тұр. Екеуінің ортасында жарылған сызат халық пен хан арасындағы қайшылықты білдіреді. Осы шығармада біз осы Махамбет батырдың өзінің өр мінезі мен қайсарлығы, ерлігі, сонымен қатар оның әділетсізге деген қарсы күресін көре аламыз. Себебі шығармада ол осы ел жоғары билеушілердің халыққа көрсеткен озбырлығын әшкерелейді. Сонымен қатар біз осы шығармадан оның өзінің халқына деген сүйіспеншілігін, халқына өзінің жанын қоюға дайын екенін, отан сүйгіштігін, нағыз патриот екенін анықтай аламыз. Тамаша. Және де Махамбет Өтемісұлы ақындығымен қоса шебер күйші де болған. Және де сол заманғы мендік дәстүрін жалғастырған ақын Махамбет Өтемісұлы болған. Мендік дәстүрін жалғастырған Махамбет Бұл өлең балаларға өте үлгілі және намысшылдыққа, ер батырлыққа, патриот болуға, жерін қорғауға көптеген үлгі береді. Тамаша. Бұл тәуелсіздікке жол ашады, иә? Сол замандағы біздің батырларымыздың өзінің отанына, еліне, жеріне, тіліне деген құрмет пен махаббатын көруге болады осы өлең арқылы. Жақсы. Өтемісұлының «Мен едім» өлеңіне талдау жасау, кейіпкер бейнесін ашуды қолдану, эссе немесе пікір жазғанда дәлел ретінде қолдану, кейіпкерге мінездеме жасауды пайдалану, монолог немесе көркем мәтінді жазуды қолдану, тарихи немесе көркем салыстыру жұмыстарын пайдалану. Тамаша. Ата дұшпан сен едің, ата жауап мен едім, ханмен бес жаулықты дәлелдейді. Бұда Махамбеттің жауға деген қатаң көзқарасын және де батырлығын дәлелдейді. Ежелгі дұшпан ел болмас, екі жақтың қайтымсыз қақтығысын дәлелдей үшін қолданылады. Бұл бұрынғы заманда екі ел қарсыласқан кезде сондай қақтығыстар болған. Жақсы. Қиябыр соғып ат етсе, батырдың қайтпас рухын көрсетіп дәлелдейді. Батырдың қандай көркем мінез екенін де ашық жеткізген десек те болады. Тамаша. Махамбет өзінің ашу ызасын көрсету үшін тамағыма қалқан кетерде мектеп жолдарын қосады. Біздің ашу ызасын көрсету үшін. Тамаша. Жақсы. Тапсырмамыз жоқтық тапсырма. Бізге берілген жоқтық тапсырманы орындаймыз. Екеуден болып жоқтасыңыздар. Осында берілген өлеңдегі үзіндіден негізгі ойды анықтаймыз. Махамбеттің өз сөзіне отты рухы бүгінгі күнге дейін өз маңызын жоғалтқан жоқ. Бұл қазақ жастарына рухани тәрбие беретін құнды шығарма болып қала береді. Тамаша, жарайсыңдар. Кейіпкер дауысын жалғастыру, монолог. Мен ел үшін туған ерім, жаудан қайтпаймын, намысты бәрінен биік қоямын. Халықтың мұңын айтып, қарашаға қиянат жасағандарға қарсы тұру менің парызым. Жалған биікке емес, шынайы ерлікке сенемін. Тамаша, өте керемет, жарайсың, қабылданды. Көркем тілмен жұмыс, эпитет, теңеу, метафора табу қажет. Тамаша, метафора. Теңдеу, екі тарлан бөредім. Өлең жолдарында батырлардың күші мен айбарлығы зор екенін көрсетеді. Тамаша. Махамбет Өтемісұлы өзінің жауларына қарсы төтеп беріп тұрғанын айтып жеткізеді. Сонымен қатар эпитет
еңіреген ер едім де Махамбет чөчеміз сол кейіпкерді айқын, ер мінезді, өжет, қайсар екенін анық жеткізіп отырады. Тамаша, керемет, жауаптарыңыз қабылданды. Үстімен жұмыс, қарсы пікір. Ежелгі дұшпан ел болмас. Уақыт өте келе адамдар жаулықты қойып, татулыққа келе бастайды. Тамаша. Жаңалы ғой, екі тарлан бөредім. Исатай екеуінің тетелес, бірдей күш иесі болғанын бұрын соңды білмеппін. Тамаша.
Thank